Ұстаз, мені таныдыңыз ба? Жоқ. Ол кезде бала едік. Бір күні мен сыныптасым сағатын ұрлап алдым. Ол бала айқай шығарып, сағатын іздей бастады. Мен болсам қорқып кеттім. Сосын сіз барлығымызды тақтаға шығарып, көзімізді жұмып тұруға бұйрық бердіңіз де, қалтамызды тексере бастадыңыз. Барлығымызды қатар бойымен тексеріп келіп, маған да кезек жетті. Қалтамнан сағатты алдыңыз да, ары қарай өтіп кеттіңіз. Соңында сағатты егесіне қайтарып бердіңіз. Бірақ кімнің қалтасын алғаныңызды айтпадыңыз. Тіпті кейін мен жеке шақырып та ұрыспадыңыз. Сізге мың алғыс, ұстаз. Балам, ол күні мен де сендерді көзімді жұмып тексерген едім.